Қазақстан Мұсылман діни басқармасы Республикалық Ислами діни бірлестігінің филиалы Астана қаласы Сәдуақас Қажы Ғұмани мешітіне наиб имам болып тағайындалсын. Құрметті Қолбай қажы, Алла разы болсын. Бұл Хазіретіміздің сізге үлкен аманаты. Иншалла Алла береке берсін. Енді қажеке тағы да айтамын, бұл Ғұмани мешіт біздің Астана қаласындағы үлкен ерекше мешіттердің бірі. Бұл берекелі мешіт. Бұл мешіттің үлкен ақсақалдары бар мешіт. Мен Әзірет Сұлтан жақта тұрып, осы мешітке намазға келетін бірінші ақсақал білемін. Яғни бұл мешіттің өзінің ортасы, бұл мешіттің имамдарының орны бөлек. Сондықтан қажеке Алла қуат берсін. Иншалла Хазіретіміздің бұйрығын аман есен, үлкен табыспен орындауға Алла нәсіп етсін. Енді қадірменді ағайын қажекеге келетін болсақ, қажеке кешегі Рәтбек қажы аталарымыз, кешегі марқұм Әбсаттар Хазіретіміз, кешегі Ержан Хазіретіміз, кешегі Серікбай Хазіреттерімізбен жұмыс жасап, екі өңірді басқарғандар. Қондыбай қажы Өскемен өңірінің өкіл имамы болды. Өскеменді шығысты басқарды, шығысты білесіздер, үлкен жер. Сол шығыстың өкіл имамы болды. Кейін Жезқазған өңірінің өкіл имамы болды. Сондықтан ағайындар, жалпы біздің елордамызға, біздің Астана қаласының имамдарына үлкен өңірлерді басқарған, тәжірибесі мол, айтары бар имамдар бізге ауылдай қажет. Сондықтан Хазірет Алла разы болсын. Қондыбай қажыға осындай бір қажетті кезекті уақытта өзіне аманаттап, осы қызметті табыстап жатыр. Қажеке Алла береке берсін. Иншалла, міне мешіттің жамағаты осы имамдардың, Руслан имам, Алла разы болсын. Әрдайым біз бірге жақсы шаруалардың басындамыз. Жалпы діни басқармамыздың өкілдіктің қандай да шаруасында Руслан имам араласқан, ол әлбетте имамның өзінің жауапкершілігі, сонымен қатар жамағат сіздердің ықыластарыңыз. Алла баршамызға жар болсын. Азанның тәрбиесімен. Аллаху акбар. Адамның өзінен ішінен шыққан жаман мінез бұл. Шариғат негізі біздің осы бір ауруды емдеу негізі болмаса. Біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Біздің түсінігімізде ауру деген нәрсе тек қана бір белгілі бір ауруларды ғана біз ойлаймыз. Ауру. Басымыз ауырса ауру дейміз. Тісіміз ауырса ауру дейміз. Ішіміз ауырса ауру дейміз. Бірақ біздің ауру деп есептемейтін бірнеше ауру бар. Сол аурудың бірі, мысалы, көре алмаушылық. Көре алмау. Хасад. Уәмин шерри хасидин ида хасад. Алла Фалақ сүресінде бізге айтады. Көре алмаушының, қызғанушының көре алмауынан, жамандығынан өзіңе сыйынамын деп Алла Тағала бізге Фалақ сүресінде үйретіп қойды. Мысалы, қызғану, біреуге жетіп тұрған нығметке қуана алмау, бұл үлкен ауру. Және бұл аурудың қадіргі жаман, бұның бір қауіп-қатері, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұны хариқа деп, кесіп тастаушы деп, кесіп тастау. Және хадистің жалғасында айтады, шашты кесу емес дейді, дінді кесіп тастайды. Сонда бұл ойланатын нәрсе, кімнің жан дүниесінде біреуге жеткен қуанышқа қуана алмау, соған разы болмау, бұл өте үлкен дерт бұл. Бұл адам діннен айырылып қалуы мүмкін. 1000 жерден қажылыққа барыңыз, 1000 жерден тұрмай намаз оқыңыз. Сіз бұл дерт түбі сізді жеп құрып тастайды бұл нәрсе. Дәл осындай дерттердің бірі бұл ашу. Ашулана беру. Мысалы, қай бір дәрігерге бармаңыз, қай психологқа бармаңыз, ол айтады, ашуланма дейді. Қарашы, енді сол психолог айтқаннан кейін біз енді ұталмаймыз. Ашуланмау керек екен ғой, ашуланмау керек ғой деп. Сөйтсек 15 ғасыр бұрын пайғамбарымыз Алланың салауатымен сәлем болсын, Алланың елшісі жәннатқа кірейінші, не себеп болады деген кезде ашуланба деген сөзді біз 15 ғасыр бұрын пайғамбардан айтып кеткенін біз еш назарымызға да алмаймыз. Біздің қазіргі уақытта шығып жатқан бүкіл жаңалықтардың бәрі
Ұйықтау мысалы, ұйықтау. Қазір қай дәрігермен, қай психологпен сөйлессеңіз айтады, ерте ұйықта дейді. Біз осыны орындап жатырмыз қазір. Өйткені адам ерте ұйықтаған кезде адамның денесінде адамға керекті бүкіл жақсы заттар бөлінеді деп жатырмыз. Ал енді пайғамбарымыз не дейді? Пайғамбар неден қайтарды десеңіз, пайғамбардың өте қатты қайтарған істерінің бірі топтан намазын оқып болғаннан кейін отырып алып әңгімелесу, отырып алып шай ішу. Қараңыз. Осы нәрсені пайғамбар бізді 15 ғасыр бұрын қайтарып болған. Ал біз қазір келеміз де, пәленші доктор айтты, пәленші психолог айтты, мен бүгіннен бастап ерте ұйықтаймын. Демек, қадірменді ағайын, біз кешегі пайғамбардың айтып кеткенін, негізі аяттардағы кейбір біз үшін құндылықтарды біз әлі ескермей жатырмыз. Соның бір ашулану, асқазан ауырады. Сөйтсе, дәрігер айтады дейді, ашулану болмайды. Көп жата ойлаймыз, асқазан неден ауырады? Асқазан сол тамақ жей бергеннен дұрыс. Аталарымыз айтады, ішің ауырса аузыңды тый дейді. Аузы тыю керек. Бірақ сол асқазанда ауыратын нәрсенің бірі ашу болса кектемеу. Біз өзімізше дінді ұстап жүрміз деп ойлаймыз ғой қазір. Негізі біздің ұстап жүрген дін мүлде басқа, кешегі пайғамбардың сахабалардың ұстаған діні мүлде басқа сияқты. Өйткені негізі діннің талаптарын ұстанатын адам ешкімге зиян тигізбеу керек. Ешкімге зиян тигізу болмайды. Пайғамбарымыз айтады, Алланың салауаты мен сәлемі болсын дейді. لقد رأيت رجلا في الجنة لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق. Мен бір адамды көрдім дейді пайғамбарымыз. Жәннатта мен бір адамды көрдім дейді. Жәннатта рахаттанып жүр. Жәннатта шалқып жүр дейді. Сөйтсе не істеген? Адамдарға зиян тигізеді деген жолдан ағаш тауып тастаған үшін дейді. Алла Тағала бүкіл адамның қателігін кешіріп жіберіп, өзінің мейірімен жәннатқа кіргізеді. Бізше бізде осындай есеп бар ма? Мысалы, мешітке келдік. Машинаны қалай болса көп қойып қоя саламыз. Мен мешітке келдім. Мен мешітке келген кезде бәрі мен үшін. Жоқ, сіз ойлаңыз, сіз мүмкін көпшілік өтетін жерден. Қазір Құдай сақтасын, біреу ауырып қалса, Алла сақтасын, бір өрт шықса, сіздің машалла машинаңыз сол адамдарға пайда беретін нәрсеге кедергі болып тұрса, қалай дін осыған ұқсап береді ме? Бір ойланып көріңізші. Демек, біздің дін деген кезде ұстанатын нәрсеміз тек белгілі бір нәрселерді ғана ұстанғанымызда діндәрмін деп айқайлап жатырмыз. Ал бірақ мінез құлық дұрыс емес, аузымыздан сөзіміз дұрыс емес. Пайғамбарымыз айтқан, адам өзін төмен ұстаса, Алла оның дәрежесін көтереді. Жоқ, бұл хадис бізге айтылмаған, бұл бізге керек жоқ бұл нәрсе. Біз дәлелдейміз. Біреу жамандық жасаса, бірден жауап береміз мысалы. Бірақ ислам бізге оны үйреткен жоқ. Ислам бізге өткізіп жіберуді үйретті. Ислам бізге басты түсіре салуды үйретті. Сондықтан пайғамбарымыз Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Бізге ең үлкен өрнекті пайғамбарымыз керек. Меккеден қуылды. Сол Меккеден шығып бара жатып, көзіне жас алған кездегі айтқан сөзі, мыналар мені қуылмағанда мен шықпайтын едім деп жылаған. Қараңызшы, меккеліктер қуылмағанда мен бұл шаһарды, бұл қаланы әсте тастап кетпес едім деп көзіне жас алып, еңіреп жылаған. Сіз қараңызшы, ауылыңызға бір жылда бір бармасаңыз, мазаңыз кетеді. Енді елестетіп көріңіз. Сол ауылға сізді бір кіргізбесе, барам десің, жоқ, сен кірмейсің десің. Бұл 1 жыл, бұл 2 жыл, жоқ, бұл жылда. Сосын бір күні сізге кешегі тиіп салдырған адам сіздің алдыңызға өзі келеді. Ләббәй. Сіздің әліңізге отыр. Сіз не істейсіз? Сіз біліп осы не істейтініңізді. Енді пайғамбар не істеді? Пайғамбар не істеді? Ойланып көрейікші. Сол жылдап кіргізбеген Меккеге пайғамбар кірген кезде көлігінің үстіне отырып, басын түсіріп кірген.
басын сүріп көрген ол сен ондай нәрсеге бармадың ғой. Неғылып басын сүріп көрген. Неге? Өйткені ол дәрежені көтеретін Алла. Біз бір нәрсе ойланайықшы, мысалы, рия деген нәрсе бар. Рия кіші деп айқайлап жүр адамдар. Дұрыс. Ол айқайлаудың керегі жоқ. Бұны тек түсінуге ойлау керек. Неге рия Алланың кешірмейтін күнәларына? Неге? Сәл бір ойланып көрдіңіз бе? Неге рияны Алла кешірмейді? Сізге бірден жауабын айтайын. Өйткені пенде ол жерде Алланың құқығына қол соғып жатсыз. Сіз Алланың ісіне араласып жатсыз. Мысалы, рия. Қарапайым рия. Мен мешітте намаз оқимын. Үйде намаз оқыған кезде тез оқимын. Мешітке келген кезде неге? Тез ойлаңыз. Адамдар көреді. Тез оқысам үйдегідей адамдар айтады. Тез оқып жатыр. Сондықтан не істеймін? Мен аналар айтпау үшін мені жақсы дұрыс намаз оқып деп айтсын деп не істеймін? Мен намазымды созамын. Енді қараңыз. Осы рияны Алла жақсы көрмейді. Неге? Өйткені сіздің мәртебеңізді, сіздің дәрежеңізді көтеретін Алла. Туиззу ман таша ва тузиллу ман таша. Адамның мәртебесін асқақтатып көтеретінде Алла, оның дәрежесін түсіріп тастайтында Алла дегенді сіз ұмыттыңыз да, сіз ана адамға мені мақтасын, менің дәрежемді көтерсін деп, сіз Алла үшін істеу керек болған амалды ана адамға тастасаңыз. Міне Алла өзінің құқығына қол созғанды Алла жақсы көрмейді. Қарашы. Демек қадірменді ағайын, бұл қарапайымдылыққа кішіпейілдікке қайтады. Бәріміз кішіпейіл болуымыз керек. Басқа амал жоқ. Егер біз дінді айтамыз ба, дінді айтатын болсақ, біз кішіпейіл болуымыз керек, біз кешірімді болу керек, біз өткізіп жіберуіміз керек. Жанұядағы мәселе. Пайғамбарымыз Алланың салауатына сәлем болсын, еректерді келеді, өзі үйдің жұмысын жасады. Қай еркек жасайды mesela? Міне нағыз дін осы. Аналарымыздың көңілін аулап, пайғамбарымыз үй шаруасын жасайтын болған. Кейбір деректерде келеді, пайғамбарымыз өзінің аяқ киімін өзі тігетін болған. Кім сізді? Мысалы, кім осыған өте беріп? Пайғамбарымыз айтады, ең жанұяма жақсы мәміле жасайтын менмін деген. Кешірімді болу. Кейбір аналарымыздың арасында кейде пайғамбардың кейде мәселе болып қалған. Сол бүкіл хадистерді зерттесек, пайғамбарымыз немен ұлттық жерде тек ұстамдылықпен ұтқан. Мысалы, елестетіп көріңіз, үйде әйел бір тамақты төгіп тастады. Жоқ, абайсызда төгіп кету басқа нәрсе, әдейі төгіп тастады. Не істейсіз? Сізбен біз не істейміз? Пайғамбар не істейді? Пайғамбар бір сондай жағдайларда аналарын қызғанып қалды. Аналарын кішкене қызғанышты белгіледі, тұрды да тамақты теріп, сынған ыдысты терген. Болды. Осы мәселе бітті. Сізде осылай жасап көріңіз. Ер адамдар отырмыз қазір, бәріміз көшедеміз. Кешке үйге барамыз. Біз бала шағаның жанында біз бір сағат емес, жарты сағат отыра алмаймыз. Сіз енді елестетіп көріңіз. 24 сағат баламен тағы да сіз кешке жұмыс істейтініміз бар. Кешке үйге келген кезде біздің ана әйеліміз біздің алдымыздан күліп шығу керек. Біз соны талап етеміз. Ол ана баламен қинау, баланы ауырды, ол ұйықтамады, ол оның мазасын беріп жүрміз, ойламаймыз ол нәрсе. Бізге күліп шығу керек, Алла солай береді. Еркектің разылығын аламын деген әйел күйеуінің разы болу керек. Бұл дұрыс, қағида өте дұрыс. Бірақ оның жағдайы қалай? Оның жағдайы қалай? Неге ескертеміз? Ашуланып ренжіп тұрса, бір арқасын қағып қойып, бір көмектесіп берейік, үйдің жұмысын жасай салайық. Мысалы, жаңағыдай мен әйелдің айтқанын істеп қалдым.
сіздің жанұялық отбасылық бақытыңыз сізге ғана керек. Сіздің көшеде батыр болып жүріп, үйде басыңызды салбырап отқаннан не пайда? Көрдіңіздер ме? мұсылман адам қарапайым осы нәрсенің бәрін өткізіп жүрмеу керек, қарапайым болу керек, кешірімді болу керек, ашуды ұстай алу керек. Жақсы ма жаман? Енді бір нәрсеге мән берейік. Біз енді қалай ашуымызды басатын, өзімізді өзіміз ұстай алатын адам боламыз. Діннің бір ерекшелігі бізде мәселені қояды, сол мәселеден қалай шығу керек. Дін осылай. Не істейміз? Ең бірінші жалпы адам ойлану керек. Қадірлі жаман, ең бірінші ойланудан басталады. Біз өкінішке орай ойлану деген нәрсені тек қана ақша табуға ғана ойланамыз. Қалған нәрсені ойланбаймыз. Қалған нәрсе ойланғымыз келмейді. Біз ойлаймыз, мына миды Құдай тағала ақша санауға, материалдық құндылықты есептеуге түсінеміз. Дұрыс, оны есептеу керек, бірақ екінші ойлану керек. Не істейік? Ашу шаңғы. Әйелім десе, жағасын алып тұрмын. Көшеде жүру мүмкін емес. Көлікпен келе жатқан кезде бір өтіп кетсінші, көліктің деңгейі төмен. Қалай ашуланып жатсыз, қалай қарап жатсыз? Бір ойланып көріңізші. Сіз кімсіз? Сіз оған ашуланатын кімсіз? Ол кесіп кетсе, өз жауап береді. Өз жауап береді. Сіз не қатысыңыз бар жерде? Сіз неге өткізбей жатсыз? Мынандай жағдайлар неге өткізбей жатсыз? Неге ұстап қала бересіз өзіңізде? Қалай жеңеміз? Ең бірінші дейді, олар айтады. Жалпы Алла тағала өзін ұстағандарға, өзін басқара алғандарға, өзін тежей алғандарға Алла не уәде берген? Алла жәннатты уәде берген. Жәннат. Алла ол адамға кешірімді уәде берген. Жәннат керек па бізге? Бізге Алланың кешірімі керек па? Демек біз ұстауымыз керек өзіміз. Ұстамасақ болмайды. Бұл бірінші. Сауапты көп ойлау, сауапты түсіну, сол сауаптың Алланың үлкен сыйын адам жан дүниесіне өткізгеннен кейін, бұл не? Ұстамды болуға алғашқы қадамдардың бірі. Екінші, қателік жасаған адамды кешіру. Кешіре салу, өткізу. Мысалы, кейде адамдардың арасында ұрыс керісте сөз естіп қаламыз. Құдай кешірім деп отыр ғой. Мен кешірмейтін кіммін деген сөзді көп естіп қаламыз. Шынында кешіру. Өйткені Алла кешірімді болады. Алла кешірімді. Қандай адам күнә жасамасын, Алла кешірімді. Кешіргісі келеді екен. Алла адамның пенденің күнәсін кешіргенді жақсы көреді екен. Біздің тек қолымызды жайып, я Алла дегенімізді Алла тағала жақсы көреді. Пендеден осы нәрсені күтеді. Мысалы, Алланы разы қылатын пенделердің бірі болғым келсе дейді пайғамбар. Өте бір қарапайым хадис айтады. Шай ішіп болғаннан кейін, немесе су ішіп болғаннан кейін, немесе тамақ жеп болғаннан кейін, Алла, мені ішкізіп, жегізіп, маған осы нығмет бергенің үшін саған алғыс айтамын десең, Алла сол пендесіне разы бола береді екен. Қараңызшы, Алланың разылығы негізі қиын емес. Біз дінді қиындатып жатырмыз. Бұл дін деген нәрсе бір аспанда бір ұшып жүру, бұл мына әлем, мүлде басқа әлем, мені ғана жүріп, біз жерге түсу керек. Бұл өмір. Алла тағала біздің жәннат, тозақ, біз осы әлемде сыналамыз. Біз әлемде сыналамыз. Бізге түсу керек. Жердің өмірімен өмір сүру керек. Нағыз қарау керек. Адамдарды көп соттамаңыз сіз. Сіз бөлуге ақымыз жоқ. Біз бөліп тастаймыз адамдарды. Біздегі ең үлкен біз адамдарды бөліп тастаймыз. Намаз оқиды оқымайды. Ораза ұстамайды. Мешітке кім біз бөлетін? Жамағат бөлетін Алла. Бізді бөлетін, бізді алуға ақы жоқ. Барсаңыз кім үшін барып жатсыз? Өзіңіз үшін істеген нәрсені ешқашан міндеттілік болмайды. Жеген тамағын ешкім міндетсінбейді. Ұйықтаған ұйқысын ешкім міндетсін алмайды. Дәл сол сияқты жасаған амалымызды міндетсінуіміздің ешқандай біздің ақымыз жоқ. Адам өзінің ашуын жеңіп өзін ұстай алу үшін қатты мән беру керек болған нәрсе қадірмен ағайын. Адамның жан дүниесін кеңдігі. Адам қадірмен ағайын ішкі дүние, мәселе ішкі дүниеде. Біздің Алла тағаланың назарға түсетін жер
біздің жан дүниеміз. Инналлаха ла янзуру иля суарикум ва ла ажсамикум. Алла Тағала сендердің сырттағы сендердің сыртқы бейнелеріңе қарамайды. Валакин янзуру иля кулубикум. Сендердің жан дүниелеріңе қарайды. Жан дүние, Алланың назары түсетін жер қадірмен жаман. Адамның жан дүниесі. Мына жан дүниедегі кірлерді тастай алмайды. Ішті тазарту керек. Көбірек Алла есігін алып, көбірек кешірім сұрап, ішті тазарту керек. Іштегі кірді ағайындар жуу керек. Оны ұстаздарымыз, имамдарымыз күнде айтады. Ішкі жан дүниенің таза болуы. Адам іші таза болса, ол адам не болады? Өте салмақты болады. Ол адам кешірімді болады. Ол адам өзінен әртүрлі жағдайды өткізіп жібереді. Сосын қарау керек. Келесі бір біздің өзіміздің ұстамды болуға тәрбиелейтін нәрсенің бірі адамдарға қараңызшы. Жалпы қандай адамдар ұстамды болған? Қандай адамдар ұстамды болған десеңіз, Алла Тағала пайғамбарларды мақтайды. Пайғамбарларды мақтайды. Пайғамбарлар ұстамды болған. Қызық қой, мысалы, қызығасыз ғой. Үлкен ізгі құлдар ұстамды болған. Яғни біз соларда бар қасиет бізде болса керек деп армандаймыз ғой. Жаңа балаларымыз, мысалы, бір әртүрлі спорт, мысалы, футбол ойнайтын ол Месси болса керек. Мысалы, олар басқа да ойыншылар сияқты болса керек. Адам қызығады ғой. Демек, ұстамдылық, кешіріп жіберу, кеңдік кімдердің жолы десеңіз, ол кешегі пайғамбарлардың жолы. Ал дүниеде аты да жоқ, заты да жоқ. Бүкіл адамзатқа жасаған зұлымдығымен танылған адамдардың өміріне қарап отырсаңыз, олар әнә раббукумул а'ла, мен Құдайым деген. Қайсысына ұқсағымыз келеді? Кім біз үшін қасиетті адам? Кімнің жолы бізге жағымды, ұнамды? Әлбетте пайғамбарлардың жолы. Демек, біз өзімізді жөндеуіміз үшін, өзіміздегі жағымсыз қылықтарды кетіру үшін істеуіміз керек. Осы ізгі адамдардың көбірек өмірін, олардың өмірбаянымен танысу керек. Сонда біз қызығамыз. Сонда біз десеңіз, олардың өміріне қызығамыз. Солар жеткен жағдайға жеткіміз келеді. Мысалы, бір адаммен мен бітірейін осы жерде. Біздің уақытымыз жақындап келе жатыр. Рабиғ ибн Хусайн деген кісі болған. Рабиғ ибн Хусайн. Қателеспесем, Абдулла ибн Мас'уд. Сол кісіге айтады екен. Әттең, сен Алла елшісі көрген жоқ. Сені көрген жоқ. Яғни бұл кісі сахаба емес, табиғин ғой. Сахабалар көрді. Әттең, сен пайғамбар көрген жоқ қой. Пайғамбар көргенде сені жақсы көріп қалатын еді деп айтты. Ибн Мас'удтың сөзі бұл жаман. Ибн Мас'удтың сөзі. Осы Рабиғ ешқашан өзіне жасалған жамандыққа бар ғой. Ешқашан жамандық айтады. Жақсы кешіріп жіберу керек. Бұл өте үлкен кешіріммен өте танылған еді. Үлкен адамдардың бірі Умар ибн Абдул-Азиз түнде мешітке кіреді. Мешітке кіріп, түн бойында қараңғы, сөйтіп қызың елшісімен мешітте барса, бір ұйықтап жатыр дейді, аяғын басып кетті. Аяғын басып кеткен ғой. Сөйтсе, ана ашуланып тұрып. Ит деген ғой. Бізде ит неме дейді ғой. Ит десе жаңағы Омар ибн халифа дейді ғой. Жоқ деп айтады дейді. Жоқ. Сосын қыз мешітіне шыққан ғой. Ей, мұндардың әміршісі, сізді ана мешітте жатқан ит деді ғой. Сіз бір нәрсе демедіңіз бе деген кезде халифа айтады дейді. Жоқ. Ол мені сен итсің ба деп сұрап еді. Мен жоқ, мен ит емеспін деп айттым. Қараңызшы. Неге олар өткізіп жіберген осындай нәрсе? Біз неге өткізбейміз? Біз неге оның жағасынан аламыз? Біз неге оны сөйлейміз? Неге олар өткізіп жіберді? Біздің не айырмашылығымыз бар? Өйткені олардың алдыңғылардың ұстанымы кешегі қадірмен жамандар. Сіз мешітке ең бірінші қашан бардыңыз? Немесе атаңыздан, әжеңізден қашан ең бірінші иман туралы әңгіме естідіңіз? Соны қайтарыңыз шақта. Сондағы аталарымыз, әжелеріміз, немесе кешегі ауылдың молдасының ең бірінші айтқан сөздің бірі жақсылық, жамандық Алладан.
Қараңызшы, жақсылық жаман алады. Мен қадірмен ағайын, бізге осы жетпей тұр. Бізге иманның бұл шарты, иманның талабы, бізде егер біз осыны түсінетін болсақ, жақсылық жамандық Алладан деген бізде сенім мықты болатын болса, біз елемейміз еш нәрсеге. Өтсе өте берсін, баса берсін. Білмейміз, әдейі басса, кейде жауап қайтаруымыз керек болған жер мүлде басқа. Бұл сізге жасалынған күнделікті қарапайым істердегі біздің бір қарапайым болуымызға айтып жатқан әңгіме. Сондықтан ағайындар, ашулансақ, бір нәрсені ұстанайық. Пайғамбарымыз Аллаһ саллаллаху алейхи ва саллям болсын, екі адамның бір-бірінің жағасынан ұстап тұрғанын көрді. Сөйтсе пайғамбар айтады дейді, мен мына екеуін дейді, қазір бір-бірінің жағасынан ұстап тұр. Осы екеуі егер мен бұларға бір сөз айтайын дейді, сол сөз айтса, екеуі де отырып екі жаққа тарап кетеді дейді. Сөз айтады дейді, ана екеуін айтып баршы. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Лағнетке қарғысқа ұшыраған шайтанның жамандығынан сыйынамын деп айтса дейді, екеуі жаққа тарап кетеді дейді. Шынында да ағайын, ашуланған кезде, ренжіген кезде ішімізден шайтанның жамандығынан, шайтанның кесепатынан Аллаға сыйынып қояйық. Сол кезде иншалла өзімізді ұстаймыз, сабырда боламыз, ашуды өткізіп жіберетін боламыз. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Ва ахиру дъавана анил хамдулиллахи раббил аламин.